Орда Кезет редакциясы рейдерлік шабуыл мен қысымға ұшырап жатқанын мәлімдеді. Соңғы 6 айда журналистер мен бас редакторға түрлі қудалау әрекеттері жүргізілуде. Қызметкерлердің телефондары OLX сияқты платформаларға жалған хабарландырулар арқылы таратылып, техника, жануарлар мен интим қызметтер туралы жарнамаларда көрсетілген. Сондай-ақ олардың нөмірлері автосалондар мен клиникалардың кері байланыс формаларына енгізілген. Нәтижесінде күні-түні толассыз қоңыраулар мен хабарламалар. Бұған қоса, әлеуметтік желілерде журналистердің аты-жөні мен фотосуреті мен жалған аккаунттар ашылып, фейк ақпарат таралуда. Соның бірі Гүлнара Башкенованың қайтыс болғаны туралы жалған хабарлама. Анонимді чаттарда денсаулық пен өмірге төнген нақты қауіптер де айтылуда. Редакция мәлімдеуінше, бұл шабуылдар Орда Кезет медиасын бір орталыққа өткізу талабынан кейін күшейген. Бас редактор бұған келіспеген соң ТО Орда Медиа Кезет компаниясын тартып алу әрекеті басталған. Тәуелсіз баққа қысым көрсету бұл тек бір редакцияға емес, сөз бостандығына жасалған шабуыл. Біз Орда Кезет журналистері мен Гүлнара Башкенованың адал әрі еркін жұмыс істеу құқығын қолдаймыз.